Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздермен төрт бұрышты табаны кардоннан жасалған корзина тоқитын боламыз. Ол үшін біз өзімізге керек көлемде мынадай екі кардон қиып аламыз. Және үйде жатқан мынандай обой болса, осындай екі обой қиып аламыз. Сосын кардонымызды обойға жапсырамыз. Осылай жапсырып аламыз. Мына корзиналар немізді табанымызды осылай жапсырып алдық кардонды обоймен. Енді біз қабырғаларын көтеретін түтікшелерді супер клеймен осылай кардонымызға жапсырып аламыз. Қабырғалардың арасы 2,5-3 см болғаны дұрыс. Осылай мен қазір барлық қабырғаларды жапсырып шығамын. Қабырғаларды жапсырып алдым. Енді оның үстіне екінші кардонды жапсыратын боламын. Жапсырып аламды, үстіне қатты, салмақты нәрсе қойып, біраз қатқанын күтемін. Осылай мен екі хрустальный вазамды қойып қойдым. Қазір бір 20-30 минуттан кейін мен тоқуды бастаймын. Қабырғаларымыз мына қатты. Енді бізге мынандай форма керек болады. Біз осы формамен тоқимыз. Енді қазір біз қабырғалардың бәрін көтеріп шығамыз осы формаға. Осы форманың бойын алатындай қып көтеріп шығамыз да, тағы да 15-20 минуттай қойып қоямыз. Мына стойкаларымызды көтеріп алдық резинкаға. Егер сіздердің стойкаларыңыз 20-30 минутта өз бойын алмаса, ол көбіне стойкалар қатты влажный кезде болады. Менікі қазір сондай болып тұр, сондықтан мен көп уақыт күтпеймін, ары қарай тоқып кете беремін. Бұл корзинаның ең төменгі жағын біз 3 түтікшемен тоқитын боламыз. Так, көрсетейін. Мына 3 түтікшені мен мына жерге арасына тығып алдым. Клейт етіп жіберсеңіздер де болады, момент клеймен. Мен пока клейт еткен жоқпын. Так, бұл тоқуда былай өткен видеоларды қарасаңыздар, бұл тоқуды тоқыған болатынбыз. Веревочка из 3 деп аталады орысша. Біз бұны 3 түтікшемен тоқылатын тоқу деп атайық. Так, бұл мына бірінші түтікшемізді аламыз да, бұл түтікшеміз мына ең бұрыштағы қабырғаға кигізілген. Бірінші, екінші қабырғаны өткіземіз да, соның алдынан өткіземіз да, үшінші қабырғаның артынан шығарамыз. Так, мен қабырғаларым жұмсақ болғандықтан мен бір шетінен тоқып резинкаға кигізіп отырамын. Бірнеше қатар тоққанша кішкене қиналамыз, а так не емес. Так, енді екіншісін тура сол қайталаймыз солай. Екінші мына қабырғаның артында тұрған болса, келесі бірінші, екінші қабырғаның үстінен өткіземіз да, одан кейінгі үшінші қабырғаның артынан шығарамыз. Так, шығарардан алдын сол бұрылатын жерін майыстырып алсақ болады. Так, солай уже ары қарай кете береді. Так, енді келесі үшіншісінде солай бірінші, екінші қабырғаны өткізіп барып, үшінші қабырғаның артынан кигіземіз. Так, менің трубочкаларым газеттен болғандықтан, осы рет газеттен жасалынған трубочкалар ұзын болады. Так, енді ары қарай уже кете береді. Мына біріншісі, мына келесі уже былай бірінші, екінші қабырға деп санамайық, уже мына соңғы трубочка қай қабырғаның артынан шығып тұрса, келесі қабырғаның артына кіріп, солай ары қарай тоқып кете береміз. Так, мынау енді мына қабырғаның, келесі қабырғаның артынан шығады.
мына уже келесі қабырғаның артынан шығады. Мына осылай біз тоқып кете береміз. Осылай қазір мен где-то 3 қатар. Сосын тағы бір айтатын жайт, мына неміз, корзинамыз 4 бұрышты болғандықтан, бұның қабырғасын тік шығару әрине өте маңызды. Егер сіздерге сол тік шыққаны ұнаса, онда осы мына жерге келген кезде мына немізді, түтікшемізді, так, мына бірінші бұл түтікшеміз арт жағынан шығады, сондықтан бұл жерде енді нені бұрышты шығарамаймыз. Мына келесі түтікше мына қабырғадан өтетін кезде осы жерді тіп-тік қып майыстырып алу керек. То есть мына корзинаның бұрышы мына тік болып шығатындай, мына жерді тік қып майыстырып барып, мына келесі қабырғаның артынан шығарамыз. Мына осы жерді сақтап жаңадай тіп-тік болып шығатындайға осы жерді бақылап отырсаңыздар, сол кезде қабырғаларыңыз, мына корзиналарыңыз түп-түзу болып шығатын болады. Мен ары қарай келесі бастаған жерге дейін қазір тоқып шығамын. Трубочкаларым жұмсақ кезде мына қабырғаларды жөндеп, особенно осы тоққан кезде қисайып кетпеу керек. Қабырғаларымызды жөндеп, мына түтікшелерімізді де тығыз тұратындай қылып тоқуымыз керек. Жөндеп отыруымыз керек. Так, мынау кетеді келесі қабырғаға. Осылай мен қазір 3 қатар, тағы да 2 қатар тоқып шығамын. Мына 3 түтікшемен тоқуымызды аяқтадық. Бастаған жерімізге келдік. 3 қатар тоқып шықтық. Енді ары қарай тоқманың түрін өзгертеміз. Бізге енді тек қана 2 түтікше керек. Мына 3-ші түтікшені қазір мына жерге. Келесі тоқымамыздың түрі осы 2 түтікшемен де тоқуға болады, 1 түтікшемен де тоқуға болады. Ол былай, мына түтікшені аламыз бірінші. Мына қабырғаның артынан шығып тұрма, екінші қабырғаны алдынан өтіп, 3-ші қабырғаның артынан шығарамыз. То есть осылай келесінің алдынан, келесінің артынан өстіп, жалғыз трубочканы осылай біраз тоқып шығамыз, тоқып отырамыз. Сосын келесі 2-ші трубочканы тура сол 1-ші түтікшеге қарама қарсы. Мысалға мына түтікше мына қабырғаның артынан шыққан болса, енді келесі соның алдынан шығады, одан кейінгісінің артынан шығады. Сол кезде мына 2 түтікше бір қабырғаны айналдырып тоқып отырады. 2 түтікшемен тоқсақ, корзинамызды тез бітіреміз. Ал 1 түтікшемен тоқсақ та болады, бірақ тоқмамыз ұзақ уақытқа созылады ол кезде. Мына қабырғадан мына нені бұрышынан бұрылатын кезде мына бұрышын тегістеп тұрып өтуіміз керек. Енді келесісін солай тура өстіп мына қабырғаның артынан өтеді. Қазір мына осы тәртіппен мен барлық осы корзинаны керек көлемге дейін тоқып өтетін боламын. Видеоны соңына дейін жазбай-ақ қойған дұрыс шығар, себебі уже түсінген боларсыздар уже қалай тоқу керек екенін. Мына жерден уже бітеді. Қазір мен осы жерден өсіріп алуым керек. Өсіруді білмейтіндерге мен көрсетейін. Негізі курсымда оның бәрін біз өткен болатынбыз. Қалай өсіру керек екен. Өсіруді көбіне мына қабырғаның арт жағында қалатындай қылып өсіреміз. Осылай үшкір қылып қиып аламыз. Сосын мына ортасынан майыстырып ішіне кіргіземіз де түтікшемізді жіңішкертіп аламыз. То есть келесі түтікшенің ішіне кіретіндей. Енді мына келесі түтікшені аламыз да басын тегістеп қыз жібереміз де желім не аламыз, пва клей құямыз ұшына. Сосын жаңағы
майыстырған түтікшемізді жіңішкертіп ұстап тұрамыз да, осы жерге домалатып кигіземіз. Кейін өздеріңіз жаңадай түтікшелерді ширату барысында көресіздер, түтікшенің мына жерінде жұмсақ жері болады. Сол жұмсақ жеріне толықтай кіретіндей болғаны дұрыс. Так, мына осылай кигізіп алдық. Мына осылай осы тәртіппен тоқымамызды тоқып кете береміз. Мына бұрышына келген кезде бұрышын тегіс шығаруға тырысыңыздар. Мынаны мына жерде өсіреміз. Тағы да көрсетіп өтейін өсіруді. Үшкір қылып қиып аламыз. Түтікшеміздің мына ортасын басып, тарылтып аламыз түтікшеміздің ұшын. Келесі түтікшені аламыз. Башан тегістеп қиып жібереміз. Оған желім құямыз бұға. Сөйтіп, мына түтікшемізге бос қуыстыққа кіргенше айналдырып кигіземіз. Мына осылай тоқымамызды ары қарай бізге керекті көлем болғанша тоқи береміз. Бұл қазіргі тоқып жатқан тоқуымыз орысша ситс деп аталады. Қазақша білмеймін, қалай аударарын білмедім. Бұл тоқыманы көптеген мастерлар жақсы көреді, өте оңай, және узорлары да жаңағыдай бір қалыпты, сондай бір әдемі шығады. Осыны бір тоқып алып, сосын келесі түтікшені осыған параллельно қарама-қарсы түрде осылай тоқып отырамыз. Ары қарай өзім тоқи берейін. Енді ары қарай өздері уже түсінген боларсыздар. Өзіме керек көлем жеткіне алғанша қазір осы кардинаны тоқып шығамын. Мына кардинамызды тоқып біттік. Бізге керек көлем мына осындай. Так, узоры осындай шығады. Қазір менің трубочкаларым жұмсақ болғандықтан ештеңе істей алмай тұрмын. Қазір кішкенеден кепкеннен кейін жаңағыдай арасы ашық болып кетсе жақындатып, жиі болып кетсе алшақтатып, сөйтіп барлық жағын жөндеп шығуға болады. Енді қазір мен осы бар трубочкамен қарапайым тоқумен мына нелерді қысқарта саламыз. Себебі бізге мындай бұл кардинаға әдемі жаңағыдай тоқудың үлгісі керек жоқ. Себебі біз келесі видеомызда осы кардинаға қақпағын тоқитын боламыз. Сондықтан бұны қарапайым немен аяқтаймыз тоқумен. Мынаны келесі жаңағыдай қабырғаның артына келеміз да, соның бұрышына қиып кіргіземіз. Бұл ең қарапайым қысқартудың түрі. Так, мына осылай үшкір қылып қиып аламыз. Осылай барлық қабырғамызды келесі стойканың артына кіргізіп, осылай қысқартып шығамыз. Тағы бір екеуін көрсетейін қазір. Мына осы бұрышқа кіргіземіз. Осылай ары қарай бәрін өстіп қысқартып шығамыз. Мұны барлық қабырғаларымызды қысқартып шықтық. Мұны бізде мынандай кардина шықты. Асты мынандай обойдан. Негізі мен басқа видеоларда кәдімгі А4 40 жаңағыдай несі жұқалығы 40 квадрат метр немен қағазбен жасап жүрген болатымын. Просто сіздерге осындай газеттен қалай болатынын көрсетіп жатырмын.
ақ қағазбен, жаңағыдай плотності аз ақ қағазбен жасасаңыздар, бұдан да әдемі шығады. Так, келесі видеода мен осы картинаға енді үстіне қақпағын, крышкасын жасайтын боламын. Сондықтан подписаться жасап, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.